Енді қоқыс үйінділерін ғарыштан бақылауға болады. Мәселен, Жамбыл облысында заңсыз қоқыс төгілген 346 нүкте анықталып отыр. Бұл өңірдің экологиялық ахуалын нашарлататыны сөзсіз. Сондықтан аймақтағы күл қоқыстарды тазалау жұмыстары басталып кетті. Толығырақ әріптесім Аят Асқарбекұлы сөз алсын. Аймақтағы рұқсатсыз төгілген қалдықтар ғарыштық бақылау жүйесі арқылы анықталды. Яғни ғарыш сапары ұлттық компаниясы облыстың аумағындағы қоқыс үйінділерін толық қамтып, экологтардың зерделеуіне ұсынған. Мамандар әр қоқыс орнын жіті зерттеп, жергілікті атқарушы органдарға жолдапты. Нәтижесінде облыс аумағындағы барлық заңсыз төгілген нүктелерді тазалау жұмыстары жүргізілуде. Тараз қаласы бойынша 11 округке арнайы техникалар, осы жаңағы стихийный свалка дейміз, арнайы техникалар жылдың басынан бөлінген. Енді қазіргі таңда Тараз қаласы бойынша 143 ғарышпен түскен жаңағы стихийный свалкалар сол анықталып отыр. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар. Осы біз бір аптаның ішінде бұның бәрін жоямыз міндетті түрде. Дегенмен заңсыздық мұнымен тоқтап қалады дегенге сену қиын. Өйткені түн жамылып, ауласындағы күл қоқыс пен тұрмыстық қалдықтарды пайдалануға жарамсыз құрылыс материалдарын көлікке тиеп алып, жұрт көзіне түсе бермейтін қалтарысқа төгіп кететіндер көп. Мамандар осыған ашынады. Мынау жақын тұрған маңайдағы тұрғын үйлер түнгі уақытта келіп төгіп кетеді. Ал оны төгу қаншалықты зиян екенін бәріне белгілі. Оны арнайы өзінің орындары бар, сол жерге апарып төгу керек. Қазір тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Биылғы жылы жоспарда 100% орындауға жоспарымызда бар. Тазалық жұмыстары енді айдың соңына дейін аяқталмақ, ал экологтар облыс тұрғындарын заңсыз қоқыс төкпеуге шақырады. Өйткені қоқыс адам өміріне, өңірдің экологиялық ахуалына кері әсерін тигізеді. Аят Асқарбекұлы, Шыңғысхан Кеңесхан, Абылайхан Зейнуллаев, Жеті Ньюс.